Сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өте жеңіл дәмді печенье рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, жандағы қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Ең алдымен ерітілген сары майдың үстіне бір жұмыр қаны салып, 20% қаймақты құятын боламыз. Татымына қарай қант салып, жақсылап араластырамыз. Онымен қопсытқышта араластырып отырып, осы массамызға салып, жақсылап қамыр елейтін боламыз. Жасалу жолы өте жеңіл, дәмді печенье. Сонымен қатар менің каналымның алға қарай жылжуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Осы видеоның астына пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісіп қойыңыз және лайк басуды ұмытпаңыз. Сонымен қатар менің каналымда басқа да рецептің түрлері бар. Алдыңғы уақытта басқа да рецепттермен бөлісетін боламын. Осылайынан қолымызбен жақсылап қамырды елеп аламыз. Елеп болған соң тоңазытқышқа қалдырудың қажеті жоқ. Сразу оны алып, бірнеше бөліктерге бөліп печеньемізді пісіретін боламыз. Духовкамызды алдын ала қыздырып қоямыз. 150-170 градуста пісіретін боламыз. Енді оқтаудың көмегімен сопақша етіп жаятын боламыз. Начинкасына кез келген тосап түрін қолдансаңыз болады. Мен вареный сгущенканы қолдандым. Барлығын осылайынан видеодағыдай жасап алып, духовкамызде 30 минут, 25 минут аралығында пісіретін боламыз. Біздің печеньеміз дайын. Барлығымызға ас болсын. Видеоның соңына дейін қарағаныңызға рахмет.